Ассаламу алейкум ағайын. Ұлтжандылық туралы біз не білеміз? Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы айтқандай, ұлтын сүю ұлтшылдық емес, ол ұлтжандылық. Отан сүйгіштік сезім ол отанға, туған жеріне, өскен ортаңа деген сүйіспеншілік. Ұлтыңды құрмет тұту, тарихтан, ана тілден ажырамау. Бұл жас ұрпақтың бойына сіңіретін қағидалар. Анығы ұлтыңды сүюге тәрбиелеу керек. Жалпы ұлттың мақтан тұтар дүниесіне кімге болса да бұлжымайтын әрі қасиетті заң болуы тиіс. Ұлттық мақтаныш ұлтшылдық пен шовинизмге қайшы, салт дәстүр мен тілді сақтап, рухани даму және қоғамдағы жаңғыртуға, сонымен қатар тәуелсіздікке қол сұғушылар мен басқа этникалық топтарды қорлауға тыйым салады. Шынымен де патриоттық тәрбиесінің орны өте ерекше. Мұның ішінде әскери патриотизм тәрбиесі жасөспірімдерді еліне деген сүйіспеншілікке, ұлттық армия сапында адал қызмет атқаруға, отан қорғауға, азаматтық қасиеттерге баулиды. Жалпы патриотизм ананың сүтімен бірге қалыптасатын құдіретті сезім. Бұл ел мен жерге, тіл мен мәдениетке сүйіспеншілікке арттырып, ұлттық құндылықтарға ұлықтауға бастайды. Бұл ретте елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың патриотизмді әр этностың ұлттық сезімін сыйлап, бірде-бір ұлтпен қарама қайшылық туғызбау деген ойы көңілге еріксіз оралады.